Сәлем достар, сіздермен мен Жолзай Тока Арт. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде директордың қызы екінші серия шығатын болады. Бұл серия сіздерге қатты ұнаматқан сияқты мен көрсем. Уже сіздер 5 сағатта 290 просмотрға жіліп саздар, сіздерге көп рахмет. Сосын мен ертерек шығарайын дедім. Біз бастаймыз. Балаларым, қалай демалып келдіңдер? Жақсы демалып келдік. Жарайды, енді біз математика сабағын өтейік. Мен байқағаным, сендерге жаңадан оқушы келген сияқты ғой. Иә, апай келді, міне менің қасымда отыр. Өзін таныстырып өтсей? Жарайды, менің атым Айкөркем болады. Мен Астана қаласынан келдім, және менің жасым 12-де. Жарайды, отыра бер. Бүгін біздің алғашқы сабақ болған соң жаңа тақырып өтеміз. Бүгін біз X туралы өтетін боламыз. X-ті қалай шығарады? Қазір жазып көрсетемін. Сабақтың ортасы. X туралы сендерге сындырдым, енді дәптерлеріңді, кітаптарыңды ашыңдар. Қазір бәрің ашып болсаңдар, сендерге айтайын. Алдымен мына бірінші есепті көріп тұрған шығарсыңдар, соны маған кім бірінші шығарып әкеледі, мен соған күнделігіне баға қойып беретін боламын. Ал, уақыт кетті. Мен бірақтан түсінген жоқпын. Мен түсініп алдым. Анда қалай шығарады көрсетші. Қазір міне. Бір бәле түсіндің ба сен? Іштеңе түсінген жоқпын, тым түсініксіз тақырып қой. Қыздар сөйлемейміз. Шығарыңдар. Әрекет жасаңдар. Я. Елдос, маған көмектесші. Өзің шығарсай, апай тыңдамаған өзінен көр. Сен маған қашаннан бері қарсы шығатын болғансың? Мен қарсы шығып жатқан жоқпын. Неп ұрыс бастап кетті? Апай өзі менен көмектесіп көшіренші деп айтып жатыр. Лаура, сенің бұл не? Және ғана жарты сабақ бойы мен саған түсіндірдім ғой X туралы. Ай, апай, болды. Енді екінші бүйтіп қайталама. Жарайды, балдар, шығарыңдар. Мән бермеңдер. Мен шығарып болдым. Қазір. Так. Міне апай. Болдың ба? Кәні тексерейін. Молодец, бәрі дұрыс. Енді күнделігіңді әкеле ғой, саған 5 қойып берейін. Күнделігім сумкамда қалып кетіп еді. Әкеле ғой. Жарайды. Балдар, осы қыздан үйрене беріңдер, жарай ма? Жарайды, мен үйренемін. Жарайды. Сендер әлі шарп болмадыңдар ма? Апай, мен негізі түсінбеп едім. Қазір тағы түсіндірейін ба? Бірақ уақыт аз. Қазір перемен болып қалады 5 минуттан кейін. Үйлеріңде математика кітаптарын оқып, ережелерді оқып қойыңдар, сонда ұсынып қаларсыңдар. Міне апай, менің күнделігім. Әкеле қойып 5 қойып берейін, дәптеріңді ал. Ручкаң қайда? Қазір міне. Так, жарайсың. Міне, ала қой. Үстіп сабақты жақсы оқып атсаң, кейін сенің 90-дыққа 5-ке шығарамын. Рахмет. Ал перемен болып қалады, балалар. Шыға беріңдер. Қайта берсеңдер де болады, уже сабақ біткен шығар. Апай, бітті. Үйлеріңе тіп-тікке барыңдар, үш жерде тұрып қалмаңдар, түсіндер ма? Екі қыз бір жерде қалып қалмас. Бізді жамандай бермейсіз, кетші бар. Болды, бір-бірін жаманданды қойыңдар. Кезекші столдарды көтеріп, тақтаны сүртіп кетсін. Одан да бүгін кезекші кім? Ұмыт қалың ба, бүгін сен ғой? Мен ба не? Бүйтіп келеді ғой. Бір. Мен кітабымды апара салшы. Мен өзім кітаптарымды дәрің сап тұрмын. Қазір кітаптарымды қойып, өзім тақтаны сүртем. Міне келдім. Әлі тұрсыңдар ма, барыңдар сай?
барайын деп жатыр, сен айтпасаң да. Мен күнделікке 5 болдым ғой. Так, бәріміз сумкамызды дайындап болдық, енді шыға берейік. Но бәріміз емес, әлі Лаура бар әлі нақта. Ну, келеді ғой. Мен келе жатырмын. Болса енді біз шығып бара жатырмыз. Қазір. Ну, біз күтіп тұрмай кеттік. Мені күтпейді арамдар. Сен ғана күтесің мені. Ну, сыныптастар дейді осында. Қайтесін оларды кеттік. Айкөргім ханым, жүріңіз. Мынау кім? Менің жүргізушім ғой, мені мектепке тасып, үйге, сондай бір жерге, қалаған жерлеріме апаратын жүргізушім деп айтуға болады. Күштісің ғой, бай екенсің ғой. Қатты баймын деп айтамаймын. Мақтанғым келмейді. Мақтанбайсың ғой. Болыңыз, анаңыз тез келсін деді. Сау бол. Мә жалғыз қайтам десей. Алыңдама, семен жүремін. Рахмет. Ердос, кеш. Не болды? Сен Азериге қашық болып қалдың ба не? Жоқ, оттап айта бермеші. Өзің қойсам, маған пранк ұстап, Айкөркемге қашық болып қалды деп. Кетші бар. Просто өзі қорқатын болғандықтан серік болайын деген ғой. Оны алда көре жатармыз. Араларында Айкөркем қайға кетті. Оны жүргізуші әкетіп қалды. Сен неғып әкетпеді? Не үшін әкетеді мен? Онда сен мен дос емес па? Оттай бермеңдерші, кетіндерші бар. Ренжіте бересіңдер сол қызды. Немене жақтап қалдың ба сол қызды? Жоқ, просто аяймын. Аямақ қой ол қызды. Сендерден адам шықпайды. Ердос, мені имеден шығарып салшы. Сенде адамды мен шығарып сала алмаймын. Соншалықты мен істеп қойыппын. Үйіңде барып, кешіріңіздер, үйіне барып ойлан. Бүгін бәрін не көрінген? Айкөркем келгеннен бері. Бәрі саған сөз қайтарып, сенен қорқатын еді ғой бәрі. Бәрі Айкөркемнің кесірі. Ертең онымен қалай да сөйлесемін. Жарайды, кеттік. Міне Айкөркем ханымда әкелдім. Жарайсын, орныңа бара бер. Бүгін қандай жаңалық? Мұны бөлмемде айтсам бола ма? Өзің қалауың болсын жүр. Ата-анам әлі келмеді ма? Жоқ, білесің ғой, кешке жақын келеді. Есімде. Ал енді мені қызықтырмай тез айтшы. Сумкаңды қой. Мен бүгін 2 сабақтан 5 алып, уже күнделікке 5 қойғызып алдым. Мә, күнің жақсы өткен шығар, я? Орташа. Неғып бүкіл сабақтан 5 алсаң? Біреулер тиісті ма? Сөйтіп айтуға да болады. Менің сыныптағы 2 қыз маған тиісе береді. Саған да бір жақсы жаңалық айтайын. Бұл қандай жаңалық? Сенің әжең сенің мектебіме директор болып кірді. Зор жаңалық қой бұл. Иә. Жарайды, онда сен киіміңді ауыстыр, мен саған кешкі тамағыңды дайындайын. Жарайды, бұл көңіл-күймен менің аппетитім ашылып кетті. Жарайды, мен қазір осыны киіп алайын. Міне, мен де дайынмын. Кет жеп ал. Мен ең жақсы көретін тамағым. Соны әдейі пісірдім ғой, сен жақсы көретін болғандықтан. Рахмет, тәте. Өже. Жәнеке 2 сыныптастарыңда 2 қыз айтып берші. Мен біреуінің атын, олармен де таныспадым, бірақ біреуінің атын естіп қалдым. Біреуінің аты Лаура дейма сондай.
Анан кийин ажеңе айтамын. Ажеме айтпак коюңузчу, өтүнөмүн. Неге айтпаймын? Анын себеби узак. Оларга айтпа. Эгер тагы тиисип атса, менин ажем мектепте кой, айтып бере салам. Жарайды. Анда бөлмеңге барып, сабагыңды окуй бер. Жарайды. Так. Казак тилге табигат тууралуу эссе жаз деген. Азыр мен жазып көрейин. Так, табигатты биз уялабыз керек. Тагы табигат тууралуу эмне айтууга болот? Уйкум кеп жатыр. Айкөркем, уктап калыпты ғой, сабак орундайм деп. Жарайды. Орнуна жаткызайын. Әбден шаршапты ғой байгыз кыз. Айкөркем, турсай. Апке, мен сабак орундап болдум. Я көрдүм, енді пижамаңды кийип уйктой кой. Жарайды. Жарайды. Әдемі түс көр. Жарайды. Айкөркем тууралуу бир беле биле алдың ба? Я, биле алдым. Айтып бершим. Сыныпта 2 окуушу тийсейт экен және бирөө Лаура дейт, экинчисин билмейт экен. Жарайды, ажесине айтып беремиз. Тагы эмне билдиң? Бул бүгүн сабактан 5 алып келипти. Молодец, өзү башка жерде де Астанада жакшы окуйтун эди ғой. Жарайды, биз шайышып алып, тез уктайык, эртең жумушка баруубуз керек. Я, тез уктайык. Ажеси менен эртең сүрөсү турамыз. Жарайды.